достар, сіздермен бірге Репортер ТВ YouTube жобасы. Бүгінгі сұхбатымыздың қонағы тәуелсіз Қазақстан тарихында джиу-джитсудан ресми әлем чемпионатында ересектер арасында финалға жолдама алған ең жас спортшы Еркежан Ерланқызы. Сәлем, Еркежан. Сәлем, Диамара. Қош келдің. Шақырғандарыңа рахмет. Жалпы сен жақында ғана жарыстан оралдың. Келуіңмен Рахмет. қалай болды жалпы? Сен Грекиямен Біріккен Араб Әмірліктерінде қателеспесем, Иә. әлем чемпионатында өнер көрсеттің, әрі жүлделі орын алдың. Құттықтаймыз. Рахмет көп. Грекияға Астанада болған әлем чемпионатынан кейін бардым. Жалпы онда бірінші Астанадағы әлем чемпионаты тоқтала кетейік. Иә. Жарыстың барысы қалай болды? Не болды? Қарсыластар қандай болды? Иә. Астанада грэпплингтен әлем чемпионаты болған болатын. 9-12 қазан аралығында. Жастар, ересектер, ардагерлер арасында. Негізі грэпплинг күрестігі 2 күн күрестен тұрады ғой. Грэпплинг өзі және грэпплинг ги, яғни кимономен. Мен былтыр жылдың соңында ересектер арасында Қазақстан чемпионатын ұтып, ересектер арасында ұлттық құрамаға кірген болатынмын. Ал жазда Ақтөбе қаласында Қазақстан чемпионаты өтті. Солай мен жастар арасында ұлттық құрамаға кіргенде Астанада 4 күн күрестім. 4 күн салмақ жасадым, оның бәрі қиын болды. Жүлде алдым, күміс және қола. Құтты болсын. Рахмет. Бірінші күні мен Польша елінің спортшысына есе жібердім. Ал бұл жартылай финалда болатын. Оның алдындағыларды ұттым ғой енді. Ал үшінші орынға таласта мен Венгрия елінің спортшысымен шықпақшы болдым. Ол қыз былтыр әлем чемпионатында, қателеспесем, әлем чемпионы болған болатын. Және күрес базасы еркін күрес. Иә, ол қиын болатынын білдік, бірақ мен Сакшайын әдісін жасадым. Оған да тоқталамыз қазір. Иә, сөйтіп үшінші орын алдым. Ал екінші күні күресте жаңағы Польша қызына есе жібердім ғой. Сол қызбен жақсылап өзімді қолға алып күресіп, 9-7 есебімен ұттым. Сөйтіп күміс алдым. Бір қызығы финалда ұтыла беретін ол орыстың қызы бар менде. Александра Пимишова деген. Сол қызға есе жібердім. Жақсы, тамаша. Осы жерде өзіміздің көрермендеріміз үшін айта кетейік, грэпплинг пен джиу-джитсу жалпы күрестердің айырмашылықтары неде? Грэпплинг деп жатсың ғой? Иә, грэпплинг ол United World Wrestlingқа кіреді. Яғни ол United World Wrestlingқа еркін күрес кіреді, греко-рим күрес кіреді, классикалық. Яғни былай айтқанда ол күрес кәдімгі, өзіміздің көзіміз үйренген. Ал джиу-джитсу ол бразилиялық джиу-джитсуға жақын, яғни кимономен, ауырту әдістер көп, жалпы жасалатын әдістер аймағы өте көп, аумағы өте көп. Түсінікті. Енді Грецияда не болды? Жалпы Астанадағы әлем чемпионаты біткесін мен демалған жоқпын. Айтпақшы, арасы қателеспесем 7 күн, иә? Иә. 7 күн ішінде дайындалу, дайындық барысы әрі физикалық тұрғыда кішкене адам әлсірейді ғой, керісінше. Жарыстан кейін көбіне бізде спад кетеді. Бірақ оны болдыртпауға тырыстық. Бір апта мен тоқтамай дайындалдым. Бүгін қалай дайындалдым, солай дайындала бердім. Шаршағанға қарамай. Сосын біз Грецияға ұштық. Грецияда ол Астанасы Афинада болған жоқ. Крит құрлығы бар, сондағы Ираклион қаласында өтті әлем чемпионаты. Ол әлем чемпионатында да мен 4 күн күрестім. Ересектер арасында 2 күн және жастар арасында 2 күн. Бір қызығы ересектер арасында жалпы бразилиялық джиу-джитсуда белбеудің түсімен бөлініп күресетін бар әлем чемпионаты. Ол Абу-Дабиде болған әлем чемпионаты. Ал мұнда Грецияда өткен ол ресми әлем чемпионаты ғой. Бұнда ұлттық құрама болады, яғни қара поястарда бар, қара белбеу иелері де менің салмақ дәрежемде. Басында мен Грецияның өзінің қызымен күрестім. Ол қызы 9-0 есебімен ұттым. Артынша Колумбия елімен күрестім. Колумбияның қызы ол ересектер арасында әлемдік рейтингте 5-ші орында тұрған болатын.
оны мен өте қиын болады деп ойладым негізі. Қатты дайындалып шықтым, өзімді қолға аламын деп. Бірақ 13-3 есебімен ұттым. Тамаша. Иә, артынша жартылай финалда, жаңағы Астанада финалда ұтылып қалған қыз бар емес, Александра Пимешова деген. Жартылай финалда сол қызбен шығам. Мен ойлаймын, қазір ұтылсам 3-ші орын ғой, ол ауыр болады деп. Қайтадан 3-ші орынмен кету деп. Қалай да сол есені қайтару керек болды. Иә, әрине қайтару керек. Арасы бір-ақ апта. Содан ол қызды мен ұттым, ұталдым. Сонда дайындық барысында не өзгерді? Дайындық барысында біз оның көбіне физикалық тұрғыдан мықты екенін байқадық. Және оны алдау керек болды. Себебі мен бір аптада физикалық дәрежемді көтере алмаймын ғой. Және ол қыз соңына дейін берілмейтін. Яғни мен ол қыздың тізесін басып, гардын өтпекші болған кезде, менің қатты басып қойғанымнан ол қыздың тізесі сынған жоқ енді, бірақ жыртылдау. Сондай болып қалды. Кішкене қорқынышты. Ал финалға мен неміс қызбен шықтым. Неміс қыз дегенде оның бәрі әйелдер ғой, әйелдер арасында күрес жатыр. Ол әйел 6 рет әлем чемпионы атанған. Финалға мені бәрі дайындады. Еркежан, ұту керек деп. Бірақ өте қиын болды финалда. Мен финалдық кездесуден кейін 2 күндер сөйлей алған жоқпын. Мойынды қылқындыру әдісінен кейін мойным толығымен мыжылып қалған ғой, қатты басылып қалған. И содан маған даже тамақ ішу қиын болды. Осы тұста психологиялық тұрғыда өзіңді қалай ұстадың? Мысалы, жан жақтан енді айтатын шығар, спортшыға қоя сал, болды, бітті деген сияқты. Осы тұста не істейсің сен? Көбіне мен оны құлағына өткізіп жіберемін ғой. Мен жалпы өзім не істегім келеді, соны істеймін. Болды, мен не үшін келдім Грецияға, егер мен күреспейтін болсам. Әлем чемпионатына күрескелі жатырмыз. Енді бір қызығы, сетка дегенді білесіздер ғой? Иә. Бір қызығы астыңғы және үстіңгі сетка болады. 2-ге бөлінеді ғой. 2 жақтан финалистер шығады. Үстіңгі сеткада 2 қазақ, 2 бразил, орыс, ең мықтылардың бәрі үстіңгі сеткада. Астыда Францияның қызы, орташа күреседі. Арабтың қызы және Украинаның қызы. Ішінен мықтысы негізі фавориті араб деп тұрды. Себебі рейтинг бойынша ол 2-ші тұр. Енді қараңыз, мені бірінші кездесуде әлем чемпионатында бір сеткаға бір елден 2 адам сияды. Сол 2 адамды мені өзімнің апайымен шығарып қояды ғой бірінші айналымда. Мен ол кісіге есе жібердім. Апай дегенде осы тұста түсіндіре кетсең. Иә. Ажар Салықова. Біз ұлттық құрамада бірге дайындаламыз. Өте тәжірибелі спортшы. Спортпен 10-15 жылда айналысады. Және құрамада жүргесін мен апайымдай болып кеткен. Мен Утишилкада Польшаның қызымен күрестім. Жақсы күрес жаттым, өзімнің позициямды тағы алдым. Жақсы сезіндім өзімді, вес қойғаннан кейін де жақсы восстановление барлық жақсы болған болатын. Бірақ менің тура жарақатыма дөп түсті қайттан. Ауырту әдісін жасаған жоқ. Салмақ салып қалған кезде қытырлап кетті аяғым. Болды сонымен. Мені жарыстан шығарды. Бірінші орынды Украинка, 2-ші орынды орыс, 3-ші орынды Ажар апай алды. Ажар апайды құттықтаймын. Сол. Құттықтаймыз. Отандасымыз үшін қуаныштымыз. Енді осы тұста айта кетейік, Біріккен Араб Әмірліктерінде өткен жарыс, ол кәдімгідей кәсіби мамандардың арасындағы жарыс қой, қателеспесем. Ол белбеулерге бөлінеміз. Яғни ақ және көк белбеулер аматер болады. Яғни ол любители. Ал күлгін, қоңыр, қара белбеулер, олар профессионал. Кәсіпқой спортпен айналысатындар. Және ақшаның санында көбірек, 1-ші, 2-ші, 3-ші орынға беретін. Қара белбеулер арасында финалға шыққан қыздар және жігіттер. Олар арнайы
шоуға шақырылады. Ол шоуда олар финал күреседі. Артынша оларға белбеу береді, алтын белбеу. UFC-да деп шығады ғой сондай. Сосын келесі күні кеш өтеді. Күресетін адамдардың бәрі костюммен, көйлекпен, қыздар. Солай оларға ақшаларын табыстайды. Келесі жылы бұйырса сол жерде болайық. Бұйырса, саған тілекшіміз. Енді алда қандай жоспарларың бар? Соны атап өтсең, бізде енді тағы да немен таңғалдырасың? Себебі жаңа айтып жатсың ғой, жастар арасында күресіп жатырмын, ересектер арасында дегенде кәдімгідей ақылға қонымсыз нәрсе. Себебі 4 бірдей күнде күресіп жүру ол өте қиын. Себебі бір спортпен айналысқан адамдардың өзі физикалық тұрғыда бірден әлсіреп қалатындары да бар ғой енді арасында. Мен салмақ қуғанда өзімнің бапкеріммен ақылдасып қуам. Барлық жейтін затымды да салмақ қуып біткеннен кейін восстановление болады ғой. Көбіне электролиты, сондай заттарды ішу, барлығын дозировкасын бәрін ақылдасып жасаймыз. Ол маған өте жақсы көмектеседі. Елдер сияқты 2 күн тамақ ішпей, сосын келіп газировка ішу ол да қате ғой. Бәріне кәсіби түрде қарағасын, менің ағзам да ұзаққа шыдайды ғой. Бірақ осы жолы 1 айда 9 әлем чемпионаты ол қиын болып кетті. Ал алдағы жоспар 2 күннен кейін Павлодар қаласына Қазақстан чемпионатына барам грэпплингтен. Келесі жылға ұлттық құрамаға кіру үшін. Яғни осы тұста бір қызықтыратын сұрақ бар. Жаңа айтып жатсыңыз, күрестің әр түрімен айналысамын деп. Өзіңе жаныңа жақын қайсысы? Джиу-джитсу. Мен кішкентай кезімде бастағанда джиу-джитсудан бастағанмын. Яғни мен кимоносыз мүлдем күреспейтінмін. Мен 16 жасыма дейін кимоносыз күреспедім. Менің бірінші жарысым Қазақстан кубогы болды 21 жылы. Мен оны ұттым да Уфаға әлем чемпионатына жолдама алдым. Екінші жарысым кимоносыз күрестен. Мен мүлдем тренировка жасамағам. Екінші жарысым әлем чемпионаты болды. Мен әлем чемпионатында 3-ші орын алып кеттім. Джиу-джитсуды ұнатасың, бірақ жаңағы басқа да спорт түрлерінен қателеспесем, оларда да ұлттық құрамадасың, иә? Ұлттық құраманың ішіндесің, мүшесі. Ұлттық құрама саған қандай мүмкіндіктер сыйлайды? Ұлттық құрамада болу барлық спортшының арманы ғой. Қазақстан чемпионатында сол үшін өтеміз. Сол үшін Қазақстан чемпионатын ұтып жүрміз. Барлығымыз ұлттық құрамада болуға талпынамыз. Ұлттық құрамада болу ол дәл менің Азия және әлем чемпионатына шығып, қазақтың көк туын біреудің желбіреткен емес, менің желбіретуіме мүмкіндік. Және тек қана менің атымды ғана білмейді ғой басқа елдің спортшылары. Ол қыз Қазақстаннан деп біледі. Ол да жақсы. Жаңа айтып жатсың ғой, Біріккен Араб Әмірліктерінде болдым, әрі Грекияда болдым деп. Енді жарыс күні деген кәдімгідей көп. Студентсің, иә? Иә, студентпін. Еуразия ұлттық университетінде спорт журналистикасында оқимын. Спорт журналистикасын таңдаған себебім спортқа бала кезімнен жақын болдым. Және мен өлең шығарам ғой. Иә, айтпақшы, ол да бар. Өлең жинақтар жазғанмын. Сондықтан спорт журналистикасы маған менің қызығушылықтарымның ұштасқан мамандығы ретінде көріп сол үшін келдім ғой. Қазір 3-ші курста оқимын. Барлығы жақсы, тапсырмаларды орындауға тырысам. Түсінікті. Осы оқытушылар не дейді? Көзқарастары қандай? Оқытушылардың бәрі мені қолдайды, жарыстарға жібереді. Барлығы жақсы. Жарыстарға шығып жүргендіктен енді значит бәрі жақсы. Иә, ақындығыңды бізге көрсетсең, сиясы кетпеген бір өлеңің бар ма? Иә, бар. Жарыста мен бір өлең шығарған болатынмын. Жарыс Грециядағы маған қиын болды дедім ғой. Ересектер арасында 2-ші орын алдым. Соның алдындағы салмақ өлшеу қиын болып, соңғы 70 граммды мен шашымды қиып тастаған болатынмын. Өлең шығардым. Біреуі бар көз жасын төккен жарыс. Екіншісі көрінген көктен жарыс. Қарсыласың мысымен басса дағы, бірмен емес таласқан көппен жарыс. Өз елің өзіңді көп сөккен жарыс. Соңғы дем мен теріңді төккен жарыс. Елімнің көк байрағын көтерем деп,
қалмау керек деген ой көптен қалыс. Кім кімнің мықты екенін шешкен жарыс. Бағы жанып бірі көп өшкен жарыс. Тәуекел арқалаған кіші үлкені, мен тіпті шашымды да кескен жарыс. Ой, тамаша. Ақындығың бір төбе, әрі журналистсің, әрі спортшысың. Саған тек қана сәттілік тілеймін. Сұхбат беріп, қонаққа келгеніңе көп рахмет. Тек қана сәттілік, алға. Рахмет. Сіздерге де шақырғандарыңызға рахмет. Қымбатты достар, сіздермен бірге мен Диамара Қуанышқызы және бүгінгі студиямыздың қонағы жас та болса әлемдік додаларда бақ сынап жүрген Еркежан Ерланқызы. Қош, сау болыңыздар.